Сондай-ақ отырыс барысында сенаторлар әкімшілік реформа мәселелері туралы заңды қабылдады. Бұл құжат орталық мемлекеттік органдардың өкілеттіктерін азайту арқылы басқару жүйесін жетілдіруді көздейді. Бір сөзбен айтқанда, өңірлерге шешім қабылдау үшін едәуір еркіндік беріледі. Заң арқылы орталық мемлекеттік органдардан өңірлердегі атқарушы органдарға жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге бағытталған 21 функция беріледі. Депутаттардың айтуынша, қабылданған заңдар реттелетін салаларда шешім қабылдауда орталық мемлекеттік органдардың икемділігін, жеделдігін және дербестігін арттыруға мүмкіндік береді. Сол арқылы мемлекеттік басқарудың дербестігі және мемлекеттік органдар басшыларының жеке жауапкершілігі күшейтіледі. Қаралып отырған заң жобалары мемлекет басшысының 2022 жылғы қыркүйек айындағы әділетті мемлекет, біртұтас ұлт, берекелі қоғам атты Қазақстан халқына жолдауындағы мемлекеттік басқару ісін қайта жаңғырту жөніндегі тапсырмасын орындау мақсатында әзірленді және мемлекеттік органдардың нәтижелігі мен жауапкершілігін арттыруға бағытталған.